Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге аутизм белгілері жайлы ақпаратпен бөліспекшімін. Аутизм – ол баланың әлеуметтік ортамен қарым-қатынасының жоқтығы. Аутизммен ауыратын балалардың интеллект деңгейі өте төменнен өте жоғарыға дейін әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да бір интеллектке қарап аутизм деген диагнозды қоя алмаймыз. Аутизм диагнозын ерте анықтау балаға ерте көмек көрсету мен қоғамға жақсы бейімделуіне мүмкіндік береді. Ендеше аутизмнің белгілерін атап өтейін. Бірінші, бала өзіне қатысты айтылып жатқан сөздерге мән бермейді. Мысалы, атын айтқан кезде қарамайды, айтқан тапсырмаларды орындамайды, яғни мән бермейді. Екінші, көбіне басқа адамдарға, балаларға қызығушылығы төмен болады, яғни өзі оқшауланғанды жақсы көреді. Үшінші, сөйлеу дамуының кешігуі болады. Төртінші, мультфильмнен көрген, естіген фразаларды бұлжытпай қайталауы мүмкін, яғни ол медицина тілінде эхолалия деп атайды. Немесе бір сұрақты қайта-қайта қоя береді, бірақ сұраққа жауап күтпейді. Бесінші, өзінің алғысы келген затын өзінің саусағымен немесе ересек адамның қолын пайдалану арқылы көрсетеді. Алтыншы, ойындары бір-біріне ұқсас болады. Мысалы, машиналарды, текшелерді бір-біріне тізіп қоя береді, немесе жарықты сөндіріп жаға береді, немесе кір жуғыш машинаның айналғанына қарап отырады, немесе дөңгелектерді айналдыра береді. Міне осындай белгілер болады. Бірақ тек бір-екі белгі сіздің балаңызда болатын болса, сіз қорқып кетпеңіз. Өйткені ол баланың жасына сәйкес осындай белгілер болуы мүмкін. Егер де балаңыз 3 жастан жоғары болатын болса және осы белгілерді байқайтын болсаңыз, онда міндетті түрде дәрігерге апарғаныңыз абзал. Дәрігерге апарған кезде невропатолог және де лор маманы, яғни құлақты тексеруде өткен абзал. Аутизм деген диагнозды балалар психиатры қояды. Егер балаңызда жаңағы аталған симптомдар сәйкес келетін болса 3-4-еуі, ол кезде сізге арнайы аутизм тест өту керек болады. Сол тесттің нәтижесіне қарай баладағы деңгейді анықтауға болады. Қазіргі таңда аутизмді емдейтін ешқандай дәрілік препарат жоқ. Тек коррекциялық педагогика, мінез-құлық психологиясы және логопедпен жұмыс арқылы балаға көмектесе аламыз. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз, және қандай да бір сұрағыңыз болса, комментарий бөліміне қалдыра кетіңіз.